холл деген Белладжо дейді мына жерде жарнамалары. Мынау Белладжо деген казино екен. Қараңыздаршы құрылысы қандай. Макао казиносы. Ар жағында Монтано деген бар екен. Жол бойы казино, жолдың екі беті. Мына беті де Торнадо деген казино екен. Өте үлкен. 777 деген. Мына жақта Монтано деген казино екен. Монтано дейді. Не деген казино, не деген қыруар қаражат кеткен мына жерге. Мына жақта Отау деген бар екен. Золотое руно деген казино бар екен мына жақта. Олимпиад дейді. Қаншалықты заңды ма ондай? Букмекерлік орталықтардың жарнамаларын жасаған. Теннис. Алматыдағы барлық универ, колледждерді осы Қонаев қаласына ауыстырады деген сыбыс бар негізі. Бірақ оны ауыстыратын болса, қараңыздаршы, казино, қалай енді ойын сауық орталықтар болып кеткен. Жастардың бәрі кесе бұл жерге. Дұрыс бағыт бағдар береді деп ойламаймын мына жерде, мына қала жастарға. Сіздер қалай ойлайсыздар? Осы қалаға ауыстырған дұрыс па? Универ колледждерді. Әлде бұрыс па? Қалай ойлайсыздар? Төменге жаза кетіңіздер. Қонаев қаласындағы мына сарайды қараңыздаршы. Орысша айтқанда замок дей ма? Керемет салынған, е? Аралда орналасқан. Кімдікі екен бұл, а? Бұл да қызық болып тұрмаған. Кім салған екен бұған, енді өте керемет құрылысы. Бұл жақта Қапшағай су қоймасы. Бұл жақта сарай тұр әдемі. Білсеңіздер жаза кетіңіздер төменге. Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев атамыздың атына берілген Қонаев қаласына келе жатырмыз. Қарасаңыздар, жол бойының барлығы казино, ойын сауық орталықтардың жарнамалары толып тұр. Жалпы бұған көзқарастарыңыз қандай? Қонаевте өте көпті казинолар. Неше түрлі қылып салып тастаған. Қонаев қаласына келіп қалдық. Қазір Қонаев қаласын көрсетеміз. Одан бөлек Қонаев атамыздың жеке музейін түсіретін болам. Бізбен бірге болыңыздар, алыстамаңыздар. Міне казинолардың түр-түрінің жарнамалары. Монтано, Макао, Белладжо дейді. Макао дейді. Неше түрлі жол бойы жарнама. Қонаев қаласына емес, казинолардың қаласына келген сияқтымыз ғой. Өте көп жарнамалар. Қазір казинолардың өздерін көрсетіп болам. Түрлі салып тастаған. Міне бір ойын сауық орталық. Слот холл деген. Белладжо дейді мына жерде жарнамалары. Мынау Белладжо деген казино екен. Қараңыздаршы, құрылысы қандай. Макао казиносы. Ар жағына Монтано деген бар екен. Жол бойы казино, жолдың екі беті. Мына беті де Торнадо деген казино екен. Өте үлкен. 777 деген. Мына жақта Монтано деген казино екен. Монтано дейді. Не деген казино, не деген қыруар қаражат кеткен мына жерге. Мына жақта Отау деген бар екен. Золотое руно деген казино бар екен мына жақта. Олимпиад дейді. Қаншалықты заңды ма ондай? Букмекерлік орталықтардың жарнамаларын жасаған. Теннис дейді. Өте көп екен казино деген. Қазір ары қарай жолдың ар жағында тағы да бар казинолар. Бомбей дейді. Жол бойының барлығы жарнама. Астория деген казино екен. Енді өте үлкен, қараңыздаршы.
не деген құрылыс мынау. Мына жақта Бомбей деген бар екен тағы да. Бұл да өте үлкен. Білесіздер, Қонаев қаласының акиматы бұрын казино болған екен. Қазіргі акиматтың, әкімшіліктің орны. Міне, мына жерде казино болған екен бұрын, үлкен. Акимат алып, ол казиноны жабып, орнына осындай акиматтың орталығы. Жерде тағы бір казино, Карлтон деген. Бұл да өте үлкен екен, енді қанша жерді алып жатыр Карлтон деген. Мына жақта Стар деген казино бар екен. Қараңыздаршы. Азия Голд дейді. Ой, мынау. Сұмдық үлкен бұл мыналар. Бір-бірімен жарысып салып тастапты ғой казинолар. Ар жағындағыларды қараңыздаршы, қандай ғимараттар мынау. Жанына барып көрсететін боламыз. Құрылыстары енді сұмдық. Қоршап алған жан-жағының барлығы. Не деген ғимараттар. Жаңағы көрсеткеніміз қалалық департаменттің несі екен, ал мынау акиматтың орталығы екен қазіргі. Қанша этаж, 9 этаж ба? Бұрын казино болған осы. Қазір әкімшілік алған. Қонаев қаласы айтарлықтай үлкен жерде алып жатыр. Қапшағай су қоймасы бар. Қазір түсіретін боламыз онда. Міне Қонаев қаласы. Мына жақта Қапшағай су қоймасы. Міне Қапшағай су қоймасының жағажайы. Шеті көрінбейді.